Баршаларыңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында осындай жұмсақ күлше нан жасаймыз. Бізге қажетті таза ыдысымызға жылы суымызды, жылы сүтімізді, сухой дрожжымызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз, тұзымыз ерігенше. Үстіне қантымызды саламыз, сұйық 2 ас қасық майымызды саламыз, қантымыз ерігенше тағы да араластырамыз. Електен өткен ұнымызды салып, қамырымыздың басын біріктіреміз. Қамырымыздың басы біріккесін, үстіне 2 ас қасық майымызды құямыз. Бір қайтара илеп, қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа қоямыз. Қамырымыз дайын. Қамырымызды теңдей 4-ке бөліп, формамызға салып шығамыз. Бетін пищевая пленкамен жауып, 15 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз көтерілгесін, стаканмен немесе саусақтың көмегімен ортасын басып шығамыз. Жұмыртқаның сарыуызын жағып, күнжетімізді сеуіп, 190 градуста 25 минутқа пісіріп аламыз. Күлше нандарымыз дайын. Каналым ұнаса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.